Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 106-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы разрядтан аттамай екі таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу. Бүгінгі сабақта сендер қазақ хандығының ұлы ағартушыларымен танысатын боласыңдар. Ұлы ағартушы бізде Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы ақын, ғалым, аудармашы және педагог. Тапсырмаларда бізде тапсырмалар берілген, сол тапсырмаларды орындаған кезде қазақша әліппе деген сөз шығуы қажет. Бүгін біз бөлу амалы, яғни баған түрінде бөлумен танысатын боламыз. 86-ны 2-ге бөлеміз. Бұл жерде 8-ден қайыратын боламыз, себебі 8-де 2 4 рет бар. 4-тен береміз. 4 жердегі 2 8. 8-дің астына жазамыз. 8-ден 8 азайтамыз, 0 болады. Және де 6-ны түсіреміз. 6-ны түсіреміз. 6-ны 2-ге бөлеміз. Немесе 2 жердегі нешем 6 дейміз. 3-тен береміз. 3 жердегі 2 6. 6-ның астына жазамыз. 6-тан 6-ны азайтқан кезде 0 қалады. Демек бізде мәні 43 шығады. Міне осылай баған түрінде шығаратын боламыз. Бізде үшінші есеп А тапсырмасы өрнектерді баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер деп тұр. Енді бізде 84-ті 2-ге бөлеміз. Міне мен бөлуді көрсетіп қойдым. 2-ден 2-ге бөлетін болғандықтан 8-ден қайырамыз. 8-де 2 саны неше рет бар? 4 рет бар. 4-тен береміз. 4 жердегі 2 8. Енді 8-ден 8 асақ 0 болады. Енді 4-ті түсіреміз. 4 2 жердегі нешем 4 екен есімізге түсіреміз. 2-ден береміз. 2 жердегі 2 4. 4-тен 4 азайтамыз 0. Сонда мәні 42 шығады. Енді дұрыстығын тексеру үшін бөлуді көбейту арқылы тексереміз. Ал көбейтуді бөлу арқылы тексереміз. 42-ні 2-ге көбейтеміз. 2 жердегі 2 4. 2-ні 4-ге көбейтеміз. 8 мәні 84. 93-ті 3-ке бөлеміз. 9-дан қайырасыңдар. 3 жердегі 3 9. 9-дан 9-дағына 0 болады. Сондықтан 3-ті түсіреміз. 3-3-те неше рет бар? 1 рет бар. 1-ден береміз. 1 жердегі 3 3. 3-тен 3-ті азайтқан кезде 0 болады. Демек бізде 31 шығады. Енді 31-ді 3-ке көбейтеміз дұрыстығын тексеру үшін. 1-ді 3-ке көбейтесіңдер 3. 3-ті 3-ке көбейтесіңдер 9 мәні 93. Міне осылай қалған есептерді осылай толықтырып шығаратын боласыңдар. Және де тапсырмасы берілген өрнектермен теңсіздіктер құрастырып жаз. Осы өрнектер беріліп тұр ғой бізде үшінші есептің тапсырмасында. Мысалға 86-ны 2-ге бөлсеңдер 42 шығады. Ал 69-ды 3-ке бөлсеңдер 23 шығады. Демек бізде 23 42-ге қарағанда кем, 42 23-ге қарағанда артық. Яғни үлкен деген сөз. Міне осылай таңбаларын қойып шығасыңдар. Өздерің осылай кез келген есепті құрастырсаңдар болады. Теңдік пен теңсіздік. Бұл жерде теңдік демеген, сұраққа назар аударамыз. Теңсіздік деп тұр. Демек теңсіздіктерді ғана құрауларың қажет. Мен қазір үлгісін көрсетіп қойдым. Менің үлгіме қараңдар. 4-ші есеп, яғни шарт есеп. А тапсырмасы. Жолаушылар пойызындағы 3 вагонның әр қайсында 32 жолаушыдан. Демек, бір вагонда 32 жолаушы бар деген сөз. Ал 2 вагонның әрқайсында 24 жолаушыдан бар. Пойызда барлығы қанша жолаушылар бар? Енді біз вагондағы бірінші вагонда 3 вагонда неше жолаушы бар екен табу үшін 32-ні 3-ке көбейтеміз, 96 болады. Енді 24-те келесі 2 вагонда 24 жолаушыдан ғой. Демек 24-те 2-ге көбейтесіңдер 48 болады. Барлығын табу үшін 3 вагон мен 5 вагондағы жолаушылар санын қосасыңдар. 96-ға 48 қосамыз, 144 шығады барлығы. Пойызда барлығы 144 жолаушы бар. Тапсырмасы өрнек бойынша есеп құрастырып оны шығар.
Демек 32 көбейтілген 3 азайтылған 24 көбейтілген 2 дегенге біз есеп құрастыруымыз қажет. Мысалға 3 вагонда 32 жолаушыдан, ал 2 вагонда 24 жолаушыдан. Енді артық екенін табуымыз қажет. Енді біз артық екенін табу үшін 32-ні 3-ке көбейтіп аламыз. 96 болады. 24-ті 2-ке көбейтеміз. 48. 96-дан 48-ді азайтқан кезде 48 шығады. Енді 3 вагондағы жолаушылар 3-ші вагонның 48-ге артық болып тұр. Міне осылай шарт құрып шығарсаңдар болады. 5-ші есеп әртүрлі тәсілмен шығар. Аудандағы балалар кітапханасына 2 қорап кітап әкелінді. Бірінші қорапта 24 кітап, екіншісінде 32 кітап бар. Барлық кітап әр сөреге 8-ден қойылды. Қанша сөреге кітап қойылды? Енді біз барлығын табуымыз қажет, себебі кітаптардың санын табуымыз қажет. 24-ке 32-ні қосамыз, 56 болды. Енді барлығы бізде 56 кітап бар. Әр сөреде 8-ден қойылса, неше сөре бар екен табу үшін 56-ны 8-ге бөлеміз, сонда 7 болады. 7 сөре бар деген сөз. Бұл бізде бірінші тәсіл, жеке-жеке қосып, 24-ке 32-ні қосып, одан шыққан санды 8-ге бөлдік. Ал екінші тәсілде 24-ті 8-ге бөлеміз, 32-ні 8-ге бөлеміз де шыққан мәндерін қосамыз. Бұл бізде екінші тәсіл. Тапсырмасы шешуі осындай болатын есеп құрастыр және оны шығар. Бірінші қорапта 20 шар, екінші қорапта 15 шар, әр шегеге 5-тен шар ілінді. Енді шегелердің неше дана екен табуымыз қажет. Ол үшін бірінші тәсіл, 20-ға 15-ті қосамыз, 35, 35-ті 5-ке бөлеміз, 7. Демек 7 шегеге шар ілінді деген сөз бірінші тәсілде. Ал екінші тәсілде 20-ны 5-ке бөлеміз, 15-ті 5-ке бөлеміз. Шыққан мәндерін қосамыз. Бұл бізде екінші тәсіл. 6-шы есеп, көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте 476 миллиметрде неше дециметр, неше сантиметр, неше миллиметр бар екен табуымыз қажет. Бір дециметрде 10 сантиметр, 100, бір дециметрде 10 сантиметр, 100 миллиметр бар. Демек 400 миллиметрде 4 дециметр, 7 сантиметр, 6 миллиметрге тең. Келесінде 7 дециметр, 5 сантиметр. 1 дециметрде 10 7 дециметр 5 сантиметрде неше сантиметрге және неше миллиметр бар екен табуымыз қажет. Ол үшін біз теңдікке назар аударамыз. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Демек 75 сантиметрде 7 дециметрде 70 сантиметр бар. 70 сантиметрге 5 сантиметрді қоссақ 75 сантиметр болады. Енді біз миллиметрге айналдыруымыз қажет. 1 дециметрде 100 миллиметр бар. Ал 7 дециметрде 700 миллиметр бар. 5 сантиметрде 50 миллиметр бар. 700-ге 50 қосамыз, 750 миллиметр болады. Енді 1 километрде неше метр бар? 1 километрде бізде 1000 метр бар. Ал 1 метрде неше сантиметр, неше миллиметр бар екен табуымыз қажет. 1 метрде 100 сантиметр бар, ал 1 метрде 1000 миллиметр бар. 7-ші есеп, бір қарбыздың және бір алманың массасы қанша? Бір қарбыз 6 алма, екінші қарбызда 12 алма. Енді 12-ден 2-ні аламыз, 10 болады. 10 алма 2 килограммнан 2000 граммды құрайды. Ал 2000 граммды
10 алмаға бөлсек 200 грамм болады. Демек, бір алма 200 граммға тең деген сөз. 6 алманы 200-ге көбейтсек 1200 грамм болады. Енді бір қарбызда 1200 грамм бар. Ал екі қарбызда 2400 грамм бар. Ал екі алмада 400 грамм бар. Ал бір гіртас 2000 граммды құрайды. Бір қарбыз 1200 грамм болады, 3 алма 600 грамм болады, бір гіртас 2000 грамм болады, ал бір гіртас 1000 грамм болады. Демек, барлығы 4800 грамм деген сөз. Келесінде тапсырмасында бір қарбыз, яғни 1200 грамм, 6 алма. 6 алма, 6-ны 2-ге көбейтеміз, 12 болады. Демек, 1200, 1200 теңесіп тұр. Бір қарбыздың массасы 1 килограммы 200 грамм, ал бір алманың массасы 20 грамм болып тұр. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Менің сабағым ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.